Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай сметаник пирогын дайындаймыз. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін қаймағымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Және манный крупа болса, соны қосып жіберсеңіздер болады. Осы сұйық заттарымызды жақсылап бір келкі етіп араластырамыз. Пирогымызға қажетті заттардың құрамын описаниеда қалдырамын. Міне осылай дайындап алып бір шетке қоямыз. Енді пирогымыздың қамырын жасаймыз. Ұнымызға 5 грамм қамыр қопсытқышты қосып аламыз. Яғни разрыхлитель. Оларды жақсылап араластырып, бөлек ыдысымызға 1 жұмыртқа, қант, қаймағымызды салып араластырамыз. Және де маргарин қажет болады. Маргаринімізді осылай ерітіп алсаңыздар болады, немесе терканың көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Құрғақ затымыз бен сұйық массамызды бір-біріне осылай араластырып отырып, қамыр илейміз. Не осылай қамырымызды илеп жасап аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын жақсы қамыр шығады. 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Енді формамызды алып, астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай формамызға жайып шығамыз. Шеттеріне бортик жасаймыз. Құйған салмамыз ағып кетпес үшін. Енді салмамызды орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градустық пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогты пісіріп жатқанда пештің есігін ашпаймыз. Салмамызды осылай тегістеп, әдемілеп жайып аламыз. Пешімізге жібереміз. Не, пирогымыз дайын пісіп шықты. Ас болсын.